Ислам дінінде қасиетті екі мейрам болса, соның бірі құрбан айт. Құрбан шалу сонау Ибрахим пайғамбар дәуірінен бастау алады. Құрбан дегеніміз не? Құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Яғни жасаған сауап істе арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу. Ал айт мереке, мейрам, қуаныш деген сөз. Құрбан айт күндері мұсылманның атқаратын ең жақсы ісі құрбандық шалу. Осы арқылы пенде Алла тағалаға жақын болады, күнәлары кешіріледі. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Раббың